Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін бауырды үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бауырдың жұмысы нашарласа, бүкіл ағза тозады. Себебі біздің өміріміз үшін үлкен маңызға ие. Ол ағзаға түскен А, Б, С, Д, К дәрумендері мен фолий қышқылын реттеуге қабілетті. Сізді қандай да бір дерт мазаласа, алдымен бауырды тексертіңіз. Оның жұмысын қалпына келтірмей, аурудан айығамын деп ойлаудың қажеті жоқ. Сондықтан үй жағдайында бауырды мына әдіспен емдеңіз. Сұлы бауырды емдейтін супер дәрі. Оған қоса тазалайды, жұмысын жеңілдетеді, қабынуды басады. Сұлы бауырға аса қажетті биологиялық құрамға өте бай. Нақтырақ айтқанда глютамин, жасұнық, май, темір, алкалоид, эфир майы мен магнит тапшылығын реттейді. Сұлыны біз ұсынған әдіспен дайындап ішсеңіз, қандағы қантты реттейді. Одан бөлек қан тамыр тазалайды, холестеринді азайтады, қан айналымын жақсартады әрі қан қысымын қалыпқа келтіреді. Сонымен бірінші әдіс: 250 грамм тазартылмаған сұлыны ыдысқа салыңыз. Оның үстіне 4 литр салқын су құйып, отқа қойыңыз. Орташа отта тура 1 сағат қайнау керек. Осыдан соң ыдысты оттан алып қоясыз. Бөлме температурасына салқындаған кезде сүзіп шыны ыдысқа құйыңыз. Ем ретінде 200 мл-ден күніне 3-4 рет ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын балмен бірге қабылдайсыз. Ескерту: емдік сусынды ішетін кезде жылытыңыз. Екінші әдіс: ұйқыға жатар алдында 2 стакан сұлыға қайнаған су құйып, бетін жауып қойыңыз. Таңертең сүзіп алып, 150 мл-ден ішіңіз. Емді күніне аш қарынға 2-4 рет қайталау керек. Емделу ұзақтығы 2 ай. Осы уақыт өткен соң 2 апта үзіліс жасап, емді тағы да қайталаңыз. Тағы да ескерту: татымы ұнамаса, суға аз мөлшерде майсыз сүт немесе таза бал қосуға болады. Үшінші әдіс: 100 грамм сұлыны 1 литр суға салып, төмен температурада қызып тұрған пешке қойыңыз. Тура 4 сағаттан соң артық сусын сырғытып төгесіз. Дайын қоспаны 250 мл-ден қабылдаңыз. Артығын шыны ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Емделу мерзімі 2 ай. Емнен соң 1 ай үзіліс жасап, тағы да қайталау керек. Өздеріңіз білетіндей, сұлы бауырдың жұмысын жеңілдетіп, улы заттардан тазалайтын қасиетке ие. Ем кезінде мейлінше диета ұстап, құрамы В, С, Е дәрумендеріне бай тағамдарды тұтыныңыз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.